халықаралық әйелдер күні. Міне әлі орамалға кіре алмай жатқан қарындастарымызға, әлі намазға жығыла алмай жатқан қара көздерімізге және бір мүмкіншілік бізге бұл. Біз оқшауланбаймыз. Керісінше осы мәселені ары қарай біз дін бойынша алып кетуіміз керек. Иә, әйел адамды құрмет қылу біздің дінімізде кеңінен айтылған. Құрметті аналар, аман болыңыздар, құрметті әйелім, бақытты бол, қыздарым, бойжетіңдер деп тілегіңізді айтыңыз, сыйлығыңызды беріңіз, сол күнде беріңіз, одан кейін де беріңіз, оның алдында да бере беріңіз, бүгін де беріңіз, иә. Бірақ оларға айтамыз, тек қана 8-ші наурызбен ғана біз шектелмейміз. Бір қауымдар секілді емеспіз біздер. Бір жылда бір-ақ күн ойлайтын. Біз әйел кісілерде әрбір сәтімізде, әрбір уақытымызда олардың құқықтарын жоғарғы деңгейде құрметтейміз деп және айтып қалуға бізге не бұл? Мүмкіншілік қой. Сол кезде орамал тақпағай, таға алмай жүрген кейбір қара көздеріміз біздерді де көріп, олар риза болу керек. Ана біреулер секілді бір-ақ штук гүлмен емес, қолынан келсе үлкен сыйлық алып бер. Анаңызға алып беріңіз, қарындасыңызға алып беріңіз,